Ассалаумағалейкум, мотоцикл сүйер қауым. Сіздермен бірге мен бүгін LTM 200 куб М13 маркасындағы мотоциклға обзор көрсетейін деп шештім. Сіздер достар, менің осы мотоциклның қандай мықты күшін, қандай мотоцикл алғыларыңыз келеді, соны туралы мен бәрін айтатын боламын. Міне менің LTM мотоциклым жаңа. Сіздер достар, осы видеоны лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер төменге. Және де төменде подписаться деген кнопкасын басып, қызартып қойыңыздар, колокольчик бәрін басып. Короче, ары қарай ал ендеше өзіміздің мотоцикл шолу обзорымызға кеттік. Достар, мінекей менің қазіргі мен бірінші осы салонынан бастайын, яғни салон дейма мотоциклда қалай айтады. Міне бұның салоны өздеріңіз көріп тұрғандай 160-ға дейін барады. Мен бұл мотоциклмен 80-60-тан асырып көрдім. 60-тың спидометрінен қат басқан жоқпын. Жай 60-ға жетіп көрдім, 500 скоростьпен тек болды. Ато біздің жақта трассада тепкенге қорқышты да, еще құмда тепсең тая береді, арты сол, короче. Енді бұл мотоцикл көріп тұрғандарыңыздай 160-ға дейін барады. Мен нақты нешеге баратын білмеймін. Біреулердің айтуы бойынша 160-150-ге барады дейді. Иә, бұл мотоцикл өте мощный мотоцикл. Және де наның бәрін білетін шығарсыздар, менен артық білетіндеріңіз білесіздер. Айналарын, екі майды фоны біліп тұрғандарыңыздай. Және де өшіріп тастайтын, жауып қойсаңыздар өзі өшеді. Өзі өшіп тұрғаннан кейін от алмай қояды, білесіздер. Блокқа көбінесе осы қолын бүйтіп тұрғанда түсіп кетеді екен блокқа. Сондықтан осыны көп мән беріңіздер. Осы үшін талай мотоциклымды қинап жүргем. В общем, осыны не болмас. Ал енді қазір мен мотоциклымды заводить деп көрейін. Ана дейді ғой конкретно жест. Короче, жігіттер, міне осындай мотоцикл LTM 200 куб. Бұның алдыңғы дискісі 18, және де артыңғы дискісі де 18 болып саналады. Алдарыңызда бұның глушителі өте мощный. Ол өшіре салайын, бензин көріп тұрғандарыңыздай. Бензин қисайғаннан көбейіп кетті. Негізгі вообще жоқ. Короче, сол айналары бәрі көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді моторына келетін болсақ, мен осы жолы ғана свежасын жаңадан қайтадан ауыстырдым. Алдында бір от алмай қалған 600 км-да майын ауыстырғаннан кейін, одан екінші обходкадан кейін ауыстырып тастадым. Мен үшіншісінде ауыстырғаным жоқпын, осы жолы ғана ауыстырдым. Мен үшінші обходкаға әлі 30 км бар, 873. 30 км толады, одан кейін свежасын. Достар, 1000 км жүру керек не свежасы. Родной свежасы бітті қалды. Мен оны тақ қойдым, ана неге салапқа салып, керекті жолда көмектесетін шығар деп бір жерде болсын. От алмай қойды осы жолы. Және айтқандайым. Міне атын бәрі диодовый фары, бәрі мощный мотоцикл. Сіздерге айтайын, алуға кеңес берем. Сіздер тағы қандай мотоциклдарға обзор түсіргілеріңіз қалай? Осы LTM мотоциклын достар қандай бұзылған, қандай минустары бәрін білмеймін нақтысын. Әйтеуір маған өзіме ұнайтын мотоцикл, өзі әдемі, күшті мотоцикл. Музыкасы бәрі ұрып тұр. Үш музыка кнопкамен басасыздар, 3 рет басасыздар осысын. Bluetooth mode. Міне Bluetooth-мен жүрем мен. Бұны бүйтіп жаба салайық. Мені осындай багы бәрі күшті. Багын бәрін бұлай ашасыздар достар. Кілтті аласыздар да. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Чық деп түседі. Енді осындай. Бұның достар себін қат айтқанда осы жерден көресіздер, короче. Себін босын, бос емес екен. Мені себі тұр. Себі әдемі тұр. Жауып қоясыздар, мынасын майлағанда да осы жерде майлайсыздар. Бірақ майламаймын мен. Өзі майы бар. Ойбай қатты кіріп кетті. Все. Мына алдыңғы скоростар, бұның күнің бәрі алдыға басылады достар. Чық баса бересіздер. Шығарғанда артқа, интервалкасын артқа басасыз, түсіре аласыздар. Міне 200 куб родной оригинал LTM-нің моторы. Бәрі осылай ойылып тұрып жазылған LTM деп, 200 куб деп. Енді краскалар кетіп барады. Бұл мотоциклді мен 2 ай болды, уже 2 айда 3-ші обходкадан аман есен бұйырса шығарам. Көп тебілмей жүр, просто қыстаққа көп бармай жүр қазір. Қыстаққа көп барсам
вообще талай жүргізіп жүрсем. Су жаңа мотоцикл. Колонкасы бәрі мощный мотоцикл достар. Енді мынау статор ғой. Статор алмай қойғанда осы нені бас жүрісті білесіздер ғой, осында. Басасыздар. Мынау аяқтың тормозы. Ал мындағы оң жақта тормоз. Сол жақтағысы муфты білесіздер. Муфтын бірге сал, қысасыздар, бірге саласыздар да жүресіздер орнына. Енді не айтам достар, көбінекей бұл мотоцикл өте тағы да мақтайын, жақсы. Просто бұл мотоцикл жап жаңа ма, ескі ма, сіздерге көрінгенге қалай көрініп тұр, соны айтып кетсеңіздер, алыстан көрсетейін. Өте әдемі мотоцикл достар. Сіздерге алу кеңес берем, себебі нөбіру. Екі багажниктары да күшті жамылақ түшік. Татпас кетпейдер, су ғой, жағылырда көп тұрады. Енді осындай короче. Өте жақсы мотоцикл. Бұның артқы дискісі да достар 18-дік дискі. 18-дік дискі дәу. Бұны достар бойларыңыз бұған кем дегенде 175-тен асып теп аласыздар бұл мотоциклді алу үшін. 175-тен аспаса өте қиын, 200 кубы ауыр екен. Бұның объемы, бензин объемы 100-ге 2,5, 2,7 жейді деген айтыр. Сол рас па шын өзімде нақты біле алмадым. Бұлай көп бензин жеймейді. Мотоциклдің аты мотоцикл. Ал енді достар, бұл мотоциклдің әлділігі бойынша мен сөзім жоқ. Ұшады ғой жігіттер, алсаң өздерің көбейсіңдер. Жыртады бұл мотоцикл. Любойын алып тастайсыздар ғой. Ана желмая, тағы кім айтады? Сузуки, Сузуки деген бар. Тағы қандай? Дарын, Сания дегендер бар. Сол Санияны көрдім мен Семейден. Семей қаласынан алдым жалпы бұны. Бұның бағасы өте қымбатқа түсті енді жоқ. 430 мыңға түсті бұның бағасы. 430 мың деген өзі ақша, көп деген ақша. Сондықтан сіздер алуға шамаларыңыз жетсе алып алыңыздар. Өте мал баққанға өте ыңғайлы мотоцикл достар, ыңғайлы. Ал ендеше достар, LTM туралы қандай тағы да жерлерін білгілеріңіз келсе, міндетті түрде жазылып, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдап кетесіздер. Барлықтарыңыз достарыңыз таратып осы видео соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сол достар, қысқаша обзорым осы. Енді тағы қандай жерде тоқталып дейін, соның бәрін комментарийдан оқитын боламын. Ал ендеше давайте.